Сәлеметсіздер ме, ұстаздар? Сіздер Ақбота дарын KZ олимпиадасынан оқушыларыңыздың жетістіктерін қалай жүктеп алу керек екенін көрсететін боламын. Ол үшін сіздер осы сайтқа кіргеннен кейін осындай болып шығады. Сосын сіздер жоғарыдағы мына менюға кіресіздер. Менюға кіргеннен кейін сіздерде осындай шығады. Бұл жерде міне жазылып отыр «Скачать диплом» деп. Осыны басасыздар. Және сізде осындай бет шығады. Бұл жерде бірінші мына жерге оқушының ID кодын жазасыздар. Мына жерге өзіңіздің регион таңдайсыздар, қай облыстансыз. Таңдағаннан кейін міне астында «Скачать диплом» деп тұр. Осыны басасыздар. Міне менде оқушы сертификат алған екен. Енді міне барлығы тұр: аты жөні, ID коды, электронный почта, нешінші сынып, қанша балл және сертификат алған туралы міне төленді деп тұр. Және ең астында мына жерде сертификат міне үш жерден жүктеп аласыздар. Осы сертификаттың үстін басасыздар. Мен алдында жүктеген едім, сондықтан қайтадан менен сұрап тұр. Мен заменить файл дейін. Осылай жүктейсіздер. Мен бұл олимпиадаға оқушым бірінші рет қатысып тұр. Сондықтан мен бұның үлгісін әлі көрмеген екенмін. Осылай міне жүктеліп жатыр қазір. Толық жүктеліп болғаннан кейін көретін боламыз. Негізі сіздер 2 күн алдын төлеген болсаңыздар, бүгін жүктелу керек негізі. Басында солай айтылған. Міне маған жүктелді. Міне осылай шықты. Керемет. Сіздерге пайдасы тигеніне қуаныштымын. Каналға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Тағы да алда көптеген керекті ақпараттармен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.